Бүгін мереке күні бәрімізге дәстүрлі түрде Қазақстан Халқы Ассамблеясының хатшылығы жыл сайын осындай перзентханаларға барып, кішкентай нәрестелерімізді осы күнімен құттықтайды. Бұның маңыздысы осы шараның күмбірлеген домбыраның үніне біздің балаларымызды тәрбиелеу, ұлттық құндылықтарды насихаттау. Сондықтан осындай шараларды біз жыл сайын өткіземіз. Қазақстан Ассамблеясының, халқының ассамблеясының ұжымы осы қасиетті домбырамыздың күнінде жаңа туған сәбилерді құттықтап, жас сәбилердің өмірге ең бірінші келген күнінде өміріне ақ жол деп қолдарына қасиетті біздің аспап домбыраны ұсынуға келген екен. Біз оған өте қуаныштымыз. Өйткені домбыраны қолына бірінші күні өмірінің ұстаған сәбилер өскен кезде сондай өзінің ата-анасының, халқының мақтанышы болып өсетін, халқымыздың болашағы, еліміздің болашағы болып өсетін азамат болады деп есептеймін.